Бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы сыбайлас жемқорлық деп аталады. Жалпы сыбайлас жемқорлық дегеніміз адам денесінің дамуына кедергі келтіретін паразит сияқты балалар. Сыбайлас жемқорлықты өз қызметін асыра пайдаланатын адамдар жасайды. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев сыбайлас жемқорлық ел байлығының азаюына, мемлекетіміздің төмендеуіне әсер етеді деген. Сондықтан балалар, біз адал ұрпақ болуымыз керек. Мәке, сәлем берді, қалайсыз? Ассалаумағалейкум. Мәке, таныс қойыңыз. Бұл жігіттің есімі Бәке. Бәкеңе көмегіңіз керек болып тұр. Bir жағдайлар болып тұр. Өткен жоғдай ма? Бірақ бұл жолы одан да тиімдірек, одан да жақсынсыз болып тұр. Кел онда, отырыңдар. Ал, әке. Жағдай бұлай. Иә, балам, сабағың қалай? Әке, бүгінгі сабақ өте қызықты өтті. Біз бүгінгі сабақта сыбайластық, жемқорлық туралы өттік. Жемқорлық дегеніміз, ол біздің мемлекетіміздің дамуына көптеген зияндар келтіреді. Және де біздің мемлекетімізде көптеген жемқор шенеуніктер бар екен. Ал мен олар сияқты өскен кезде болмаймын. Сіз сияқты адал қызметкер боламын. Иә, әкем? Иә, балам, иә. Мәке, ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Мәке, бізде бәрі дайын. Анан, қайда апарамыз? Ештеңені ешқайда апармаймыз. Түсінбедім, Мәке. Түсінбейтін несі бар? Болмайды дедім ғой. Мәке? Мәке емес, Марат Сәрсенбайұлы. Бол, шығыңдар кабинеттен. Жұмысқа кедергі жасамаңдар. Енді, Мәке. Босатыңыздар кабинетті. Адалдық жарқын болашақтың кепілі.